жылда құрылған мереке энергетиктер мерекесі біздің автоматтарды және басқару бөлімінде осы электрмен қамтамасыз ету мамандығы бойынша біз бірнеше жылдан бері біз осы мамандық бойынша түлектерді білікті маман ретінде дайындап жатырмыз. Соған атсалысып жүрген біздің арамызда энергетик педагог ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздарымызды және энергетик мамандардың барлығын бүгінгі мерекелерінде шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық. Енді бүгін біз осы мерекенің аясында біздің колледжде оқитын студенттердің арасында жарыс, яғни WorldSkills Қазақстан конкурсының аясында байқау өткізгелі отырмыз. Сол байқауға бізде бүгін 5 студент қатысады осы мамандық бойынша. Және де осыған бүгін бізде осы студенттерге баға беретін біз университет кісілерді шақырдық, энергетик мамандарды. Бірінші бізде Нұржан Бекмұратұлы, бұл кісі бізде ТО жарық мекемесінің директоры. Сол мекемеден келіп отырған бізде екінші Жанабаев Маман. Біздің колледжден осы студенттерге әртүрлі қазылы беретін сарапшы маман ретінде Ерғали Тепағали ағай, және де ғылыми оқу әдістемелік орталығынан техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының бөлімінің меңгерушісі Ерлан Бақтыбайұлы. Бұл кісі негізі энергетик, бүгінгі біздің студенттік сарапшы маман болады. Енді бұл байқаудың негізгі мақсаты айтып өтейін. WorldSkills Қазақстан деген бізде қазіргі таңда 4 жылдың көлемінде осы байқау бізде жүріп жатыр. Бұл байқау 130 мемлекеттің арасында 70 жылдан бері олимпиада жүріп келе жатыр. Біздің Қазақстан соңғы 4 жылда осы бірлестікке кірді. Енді бүгін сөзді бастамастан бұрын біз енді бірінші осы энергетиктер мерекесіне құттықтау сөзін сарапшы маман төрағасы Нұржан Бекмұратұлына беріп кетті. Және де бүгінгі біздің колледждің ұстаздарын құттықтауға арнайы алғыс хатпен құттықтауға ғылыми әдістемелік орталығының бөлім меңгерушісіне берілгелі отыр. Қалайсыз достар? Әріптестер, құрметті болашақ әріптестер, бәрімізге мәлім 22-ші осы желтоқсан айының 22-сіне кәсіби энергетиктер мейрамы. Осында біраз ұстаздар бар, өзімізді осы кәсіптерде 16 жыл игеріп жүрміз. Сол барлығымыздың келе жатқан кәсіби мейрам құтты болсын дейік. Осы политехника колледжбен көп жылдан бері біз бірге жасап жатырмыз. Сол болашақта сіздің шәкірттеріңіз осылай жоғарғы дәрежеге жетіп, жақсы кәсіби маман болуына тілек білдіреміз. Келетін мейрам құтты болсын дейміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сонымен қатар біздің болашақ энергетик мамандар барлықтарыңызды ертеңгі 22 желтоқсан энергетиктер мерекесімен құттықтаймын. Енді біздерде республикалымызда танымал Ақтөбе жоғары политехникалық колледж өзінің салмағы сондай зор. Осындай колледжде сіздер білім алып, болашақ маман иесі болып шығатындарыңызға сіздерге біздер сенімдіміз. Сонымен қатар сіздерге осы білім беріп жатқан осы әріптестерімізді ертеңгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, отбасыларыңыз аман болсын. Енді сіздердің басшыларыңыздың атынан осындай біздерге сұраныс түсіп, ертеңгі мерекеге құттықтау үшін осы білім алушыларға, біздің болашақ мамандарға білім нәрін сүйсіндіріп жүрген әріптестерімізді құттықтауға маған ұсыныс беріп отыр. Сондықтан Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибе орталығы алғыс хатты сіз біреуінің текстін оқиын, одан кейін алған. Сіз жас ұрпаққа сапалы білім саналы тәрбие беру жолындағы игілікті іс-шараларға белсене араласып келесіз. Ұстаздық шеберлігі мол, кәсіби білім дағдылардың терең меңгерген тәжірибесінде инновациялық тәсілдерді ұтымды қолдана білетін мамансыз. Заман талаптарына жауап беретін және жаңа жетістіктерге жетілуге Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибе орталығымен байланыста жұмыс жасағаныңыз үшін сізге шексіз алғыс білдіремін.
Біз әр күніміз өсу мен даму үшін мүмкіндік туғызатын ырыс берекеміз нығайған елде өмір сүріп отырмыз. Барлық игілікті істер табыспен аяқталып, жемісті еңбек қана қуаныш етесін. Жетектер Бағдәулет Сансызбайұлы Жармағанбетова, Ерғалиев Темірғали. Осындай мәтінде Ерболат Коканович. Осындай мәтінде Гүлшат Сағындыққызы. Гүлсідан Сәлімгерейқызы. Осындай мәтінде Ғалымжан Қуанышұлы. Осындай мәтінде Сақытжан Тұрғанбайұлы. Сакин Умитаевич. Назым Хамидқызы. Келесі сөзде директордың етін атқарушы Жанат Тоғбаева және де директордың оқу өндірістік жөніндегі орынбасары Қыдырбаев Жанат Тоғбаева. денсаулық, табыс, әкесіңізге бүгінгі байқауда тек қана бірінші орын алып, құрметті студенттер, биіктен көре береміз. Құрметті ұстаздар және болашақ еректік оқуға аттаған студенттер, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Енді бес баламыз жарысқа шығып жатыр. Осы балалардың бірінші орын алып, облыстық деңгейге шығып, облыстық деңгейден шығып жатса, ұлттық чемпионатқа барады, кейін халықаралық чемпионат болады дегендей. Өздеріңізге мәлім көзімізден берген балалар орын алып келіп жатыр, көрсетіп жатыр, нәтижесі осы білсін, көрсін деп шақырып жатыр. Қазір бар сайын ауысамыз, тағы да басқа балалар қарасын деп жатыр. Осыны ұйымдастырып жатқан ағайындарға рахмет. Әрқашанда жеңісте болсын, өсіп жатқан оқушыларымыз. Сәттілік балаларға. Жарысқа қатысатын бірінші қатысушы ол Заметәлі Игорь, үшінші студенті, екінші студент Исмағамбет Нұрдәулет, үшінші тобының студенті, үшінші нөмірдегі студент Аманалы Қайрат, үшінші тобының студенті, Ақмұрзаев Бауыржан, төртінші тобының студенті, төртінші қатысушы, және де Айтбай Артур, бесінші қатысушы, Емізбек тобының студенті. Бүгінгі жарыстың барысымен бүкіл регламент уақытын барлық Сукемір Сакен Умитаевич, сіз түсіндіріп өтсеңіз. Регламентте жүрсеңіз. Номерация қағидатына сәйкес келеді. Так, древние арабы занесли очки. И
Bal sıymettiğimiz yemeği Böyle bize bir de açık yapsak Если что не будет нужно, поднимаем руку и надо кричать. И к вам подойдут.
жиында қорытындысын шығару үшін сарапшы маманның төрағасы Бекмат Нұржан Бекматұлына берейік. Бүгінгі сайыстың барысын туралы айтып және де қорытындыласақ бүгінгі сайысты аяқталуымен байланысты 5 сағаттық уақыт бөлді үміткерлерге. Енді мен өзім пікірім техника қауіпсіздік сақтау жағынан екінші номер Нұрдәулет сол көп мән берді. Себебі қауіп жағынан біз көп мән береміз қауіп жағынан. Соның кішкене қолданбаса да ұстады. Содан бастап сосын стол жұмыс істеп жатқан стол жинақтауды, керек емес материалдарды қажет емес әр болсын астында кішкентай стол болса да сол жерде техника қауіпсіздік жағынан жақсы. Енді жаңағы 1952-де бастап 1052-де игорь жинау уақытына қарағанда объем бойынша көп сол уақыт мерзімде көп жинап кетті. Бұл схема жазылып тұр, бәрімізге бірдей жинаған схема бәрімізге бірдей материал құрамында бірақ енді схема біліп тұр, сосын жұмысы, жинақтау жұмысы меніңше шамалы басында. Енді бәрі осы сайыс болғаннан кейін жеңіс болады, сайыс болғаннан кейін жеңіс болады. Мен өз жеке пікірім, бірінші орын осы сайыста игілігі үміткерге берілді. Осындай мәртебеде үшінші орын алған Ақмазай Бауыржан екінші орын алған Аманалы Қайран, үшінші және бүгінгі байқаудың жеңімпазы бірінші орынға ие болған Советович Игорь